Uzun сөзін толықтайтыны бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мектебі үлкен. Сол үлкен тәлімнің біреуі пайғамбарымыз қайратты сөндірмейтін адамды, қайратты адамды сүйген. Еш қашан басын салбыратып мойымайтын, әрдайым шамасы жеткен жерде Алланың қызметінен табылатын адамды сүйген. Қайда, не жағынан жәрдем болсаңыз да, істен ба, сөзден ба, амалмен ба, басқа әйтеуір не қолыңыздан келеді, шамаңыз жеткенше бір іс істесеңіз, пайғамбарымыз ол адамды мақтаған. Сол үшін жай ғана мешіт сыпырып жүрген әйел кісіні жоқтаған. Неге маған ол кісіні айтпайсыңдар өлгенін, қабырын көрсетіңдер маған деп арқасынан барып, пайғамбардың өзі барып, сол кісінің қабырының басына барып тілеуін тілеген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анау-мынау адамның артынан іздемейді. Анау-мынау адамның артынан іздеп барып тілеуін тілемейді, бауырлар. Білесіздер, сіздер біздердің білім алып жатқан үлкен мазхабымыз Абу Ханифа, имам Азам мазхабы. Имам Абу Ханифаның сол кісінің тарих кітаптарында жазылады. Күндердің күні ол кісінің ұстазы Хаммад дүниеден өткеннен кейін сабақ бере бастайды имам Абу Ханифа. Сабақ беріп жүріп бір күндері күрт сабағын тоқтатып, мешіттен тек қана намазға келіп қашып кететін болады. Сабақ бермей қояды. Содан шәкірттері сұрап барады. Ай, ұстазымыз өлді, Хаммад. Енді сен қалдың. Енді сен де неге сабақ бермей жатсың дегенде, мен бір жаман түс көрдім, сабақ бермеймін дейді. Содан алдына бірнеше адам барады. Айтпайды. Содан бір сырласы жанына кеп сұрайды. Айтшы енді сол не түс дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қабырын қазып жатыр екенмін дейді. Бұл қандай, енді өмірде қабыр қазу деген қандай жаман нәрсе? Қабырын қазып жатыр екенмін. Содан шошынып кеттім. Мен сонда пайғамбарымыздың осындай қабырын қазатын сондай жаман адам болдым ба, дұрыс емес іс істеп жатырмын деп тоқтаттым деген екен. Содан адамдар, бір-екі адам жиналып, сол заманда Мұхаммад ибн Сирин деген атақты түс жорушы адамның алдына барады. Сөйтіп айтады, егер бір кісі түс көрсе, өзі намазхан, тақуа адам түс көрсе, түсінде пайғамбарымыздың қабырын қазып жатыр екен, бұл не болады деген кезінде басын шайқап айтыпты. Бұл кісі пайғамбарымыздың өмірін жандандыратын адам депті. Кім болса да бұл түсті көрген. Бұл пайғамбардың қабырын қазып жатыр дегені қайта тірілтіп алып келмекші болып жатқан адам бұл. Жұрттар көміп тастаған, ұмытып кеткен сүннетін қайтадан қазып, халыққа алып келетін адам болады деген екен. Осыны барып, шәкірттері 2-3 куәменен барып, Абу Ханифаға айтқаннан кейін барып, сабақ берген екен дейді. Қазіргі кезде кейбір бауырларымыз тұрып алып, Абу Ханифаның қатесі анандай, Абу Ханифаның қатесі мынандай. Дұрыс, енді түс дәлел болмас. Бірақ бауырлар, ол кісінің айтқан, алып келген білімін, ол кісінің алып келген тәлімінің өзінің соңына жетіп оқудың өзі қандай үлкен нәрсе. Сол кісінің алып келген білімінің өзін соған жетпей тұрып, кейбір бауырларымыз кішкентай білім талаба дегенде, талаба студенттің бір кішкентай бір жұрнағы болып тұрып, үлкен тауларды сынай бастайды. Бұл қазақта мақал бар, өлетін қарға дейді, бүркітпен ойнайды дейді. Ол өзінің қадірін кетіргісі келген адам. Ақымақ кеме мұзға соғылады дейді, жарып өтем деп. Сол сияқты бауырлар, егер есі бар адам болса, ондай үлкен мұз таулар, ондай үлкен таулардың нәрін алып, соның саясына барудың орнына, соған барып соқтығатын адамдарға не дейсіз?
Сол үшін айтатыным, білім талаба екенсіз. Үлкен ғұламалардың етегінен ұстаныңыз. Сол үлкендердің нәсіп етсін деп көп дұғада болыңыз. Солардың соңынан еріңіз. Жалқаулықты қойып, қайда болса да Алланың қызметінде болыңыз. Имам Бұхари рахматулла алейхтен сұрайды, сіз осы білімге қалай жеттіңіз дегенде, мен ұстаздарымның біреуінің алдында отыратынмын дейді, сабақ алып. Жұрттың барлығы ұстаздың алдына келіп сабақ алғысы келсе, мен арт жағында отырып аяқ киімін күзетіп отыратынмын дейді. Қашан сол кісі сабақ беріп болғаннан кейін қайтып бара жатқанда аяқ киімін алып бірінші қоюға әрекет жасайтынмын дейді. Қызметінде болатын сол кісінің. Үлкен кісілердің қызметін тапқан адам сол кісілерден асып түспесе кем болмайды. Сол жарықты көріп өтеді. Имам Бұхаридің өзі қандай шоқ жұлдыз. Сол Имам Бұхари сияқты кітап жазған адам өте көп, білесіз ба? Егер шын тарих бетін ашсаңыз, Имам Бұхаридан кем түспейтін, сонымен білімі тең түсетін, асып түспесе, сонымен бірдей қылып кітап жазған адамдар көп еді. Имам Абу Ханифаның заманында да Имам Абу Ханифа сияқты Ләйс деген, басқа деген үлкен, мысалы Суфиян Саури деген сияқты үлкен табиин ғалымдар болатын. Абу Ханифадан білімі кейбір жерлерде озып түсетін. Бірақ солардың ізі қалмай, Бұхари менен Абу Ханифаның ізі қалады. Неге? Олар, басқалар Алла үшін жасамады демейміз, олай емес. Бірақ мынау кісілердің ниеті Алланың алдында қабыл болды. Имам Бұхари кітабын қалай жазған? Бір хадисті жазу үшін арнайы дәрет алады. Арнайы 2 ракат намаз оқиды, сосын барып хадис жазады. Екінші хадис жазама қайтадан басынан дәрет алады. Қайтадан 2 ракат намаз оқиды, сосын барып тағы да хадис жазады. Не деген еңбек деңіз? Бұл 6,5 мыңға жуық хадисті ол кісі айтады. Мен 500 мың сахих хадистен алып жаздым дейді. Соның ішінен теріп жазғаны еді. Сол үшін ол кісінің еңбегі қалды сізбенен бізге шейін. Болмаса ол кісіден асып өтетін ғалымдар бар. Мысалы, сол кісінің ұстазының бірі Алиюл Мадани деген кісі. Хадиста тау болған адам. Бірақ Алиюл Мадани деген кісінің хадис жинағын білесіз ба? Сол кісінің жазған кітабының біреуін айтып беріңізші. Білмейді ешкім. Мысалы, имам Абу Ханифаның өзінің еңбегін білеміз. Бірақ Суфиян Сауридің бір фатуаларын айтып беріңізші сол кісінің. Абу Ханифадан үлкен еді Суфиян Саури. Бауырлар, бұл кісілердің Аллаға деген ықыласы сол еңбегінің ішінде соншалықты мықты болғаннан анау еңбегін Алла береке беріп жоғары шығарып береді. Сол үшін айтатыным, бауырлар, бір кішкентай еңбек етсеңіз де Алла үшін ықыласпен істеңіз. Жүректің түбінен істесеңіз, қалған нәрсенің бәрін Алла алдыңызға иіп алып кеп береді екен.